Салем достар, бүгін біз егов сайтынан дипломның дубликатын алатын боламыз. Образованияға кіреміз. Төменгі жақта біздің ситуациямызда колледж таңдаймыз. Төмен қарай түсіретін болсаңыздар, выдача документ, дубликат деп шығу керек қазір. Міне выдача дубликат документ, образование деп тұр, осыны басамыз. Заказать онлайн жібереміз запрос. Мына жерде сіздердің данныйларыңыз шығады, телефон, номер, почта. Мен мына бір кісінікі болғасын мен жауып тастадым. Сондықтан сіздер өздеріңіздің шығатын болады. Енді қараңыздар, мына жерде диплом, аттестат, болмаса универ қайсысы сізге керек, соны таңдасаңыздар болады. Енді мына жерде просмотр деп тұр, соны басып, жаңағы дипломның данныйларын толтырасыздар. Мысалы, серия номер деп тұр, мына жерде білсеңіздер толтырасыздар. Егер білмесеңіздер, қай жылы бітірдіңіздер, соны толтырсаңыздар болады. Мына жерде қазір 2013-ті таңдаймыз. И сохранить басамыз. Мына жоғары жаққа галочканы қоятын боламыз. Енді достар, мына жерге бір айтып кететін. Егер сізде дипломы жоғалатын болса, утеряны таңдайсыз. Егер сізде фамилия, имя өзгерген болса, соны таңдайсыз. Қайсы сіздің ситуацияңызға келеді, соны таңдасаңыз болады. Сол жерге галочка қою керек. И төменгі екі жерге галочка қоясыздар. Мен просто көрсетейін, қазір бұл шықпай қалады. Мен утеряны таңдайтын болам қазір. Уже міне отправка запросқа кетіп тұр. Қазір мен бұмен әрсамен қол қоймайым. Потому что бұның кісінің дипломы бар. Сондықтан сіздерге қалай заявка беру, соны түсіндіріп жатырмын. 15 күннің ішінде дайын болады.